Қалайсыздар? Сіздерге бір шағын кішкене жаңалық айтып кетейін деп едім. Кеше біз жиналыста болдық. Оказывается, 21 қыркүйек күні Баласағұнда облыстық елге байланысты қоғамдық форумның қатысушыларын үндеуі болған екен. Бұл жерде жаңағы біздің той жоралықтарға байланысты, діни жоралықтарға байланысты көп мәселе айтылған екен. Соның ішінде жоспар құрылып, бізге тапсырма берілді. Біз енді бүгіннен бастап сол қаладағы асабаларды жинақтап, тізімін қанша асаба бар солармен түсіндірме жұмысын жүргізейін деп жатырмыз. Ресторан, кафе хозяиндарына кәсіпкерлік бөлімі жүргізіп жатыр. Сондай-ақ бізге қала жұртшылығымен осыны түсіндіру жұмыстарын жүргізсін деп тапсырма берілді. Той кафе ресторанда болатын той кешкі сағат 7-тен 12-ге дейін ғана болу керек деп шектеу қойылып жатыр. Шектеу болғандықтан уақытта сондай болу керек, ары қарай созылмау керек. Мейлі 5-те бастайсыз ба, 6-да бастайсыз ба, бірақ 12-де той біту керек. Алдын ала той болатын алдында полиция өкілдері келіп тұрып ескертеді хозяиндарға, ресторанның хозяиндарына да, той иелеріне де ескертеді. Егер той 12-де бітпесе, светті сөндіріп тастайды. Кеш бастасақ, өзімізге шамалы қиындау болып қалады да, ары қарай сөйлейтін сөздеріміз көрсетілмей қалады. Тағы да бір қызық істер, сыйлықтарымыз беріп үлгермей қалармыз, сондай болып қалуы мүмкін да. Сондықтан да ертерек бастап, ертерек бітірген дұрыс. Сосын дастархан менюны да, мәзіріне де ішлей аста төк болмау керек. Оған да меню бекітіп жатыр. Ішлей 15 мыңдық, 10 мыңдық дастархан болмайды. Бәріне бір баға болу керек деп жатыр. Одан кейін діни жоралықтарға байланысты имамға да тапсырма берді. Әр жұма намазында уағыз айтасыз, күнделікті айтатын уағыздарды мешітке келген халықтарды ескертіп айтып отырыңыз деді. Жаңағыда 7-сі, 40-ы, қайтқан күні деген діни жоралықтарда менюн бекітіп беріңіздер деді. Аста төк болып, анандай керемет, анау айтқандық барлық қуырылған балық, фрукты, салаттардың түр-түрі ондай деген болмайды деді. Өзінің бір белгілі меню болады екен. Одан кейін ортаға бір асабаны шығарып қойып, анау анандай, мынандай болған деп жаңағындай көп әңгіме айтып тұрды. Ондай да болмайды деді. Тек Құран бағыштап, жаңағындай қолдарын жайып, тез берген тамағын жеп қайту керек деді. Сонда айтып жатқаным сол. Потом еще кортеж, свадебный кортежда біреу, екеу, ары кетсе үшеу болады екен. Үшеуден аспау керек. Үшеуден асатын болса, опять тағы да бір шара қолданады. Құдай қаласа, осылар туралы роликтар шығады, осылар туралы рекламалар болады. Мен сіздерге ескертіп қойып жатырмын, таныстырып қойып жатырмын алдын ала. Енді алда келе жатқан біраз тойлар бар, соған ертерек бастайық. Ойбу, қап, үйтіп қалдық қой, бүйтіп қалдық, көрсетамай қалдық ау дегеннен гөрі ертерек бастап, сол 12-ге дейін бітіргеніміз дұрыс, абзалырақ деп ойлаймын. Осыны дұрыс қабылдаңыздар. Бұл ресторанның хозяиндарына да, той иелеріне де қысым көрсету емес, бұл ысырапшылықты тыю, сосын даңғазал түнгі 3-4-ге дейін ресторанда жүріп алу дегенді тоқтату керек дейді. Бұл өте жақсы ұсыныс деп ойлаймыз. Сол, құрметті жақындастар, тойымыз ертерек бастап, белгілеген уақытта бітіруге тырысайық.